Адам баласының жүрегінде қадір тұтып құрметтейтін екі ұғым болса, соның бірі ұстаз. Шын ұстаз болуды балалық шағына армандайды. Қиындығы мен қызығы бірге жүретін осынау мамандықтың шынайы иесі болу үшін көп қиындықтардан өтеді. Дәл солай бүгінгі кейіпкеріміз Қарағанды облысы Жезқазған қаласының елеулі азаматы, жүздеген шәкірттің ақ халатты абзал жан атануына мұрындық болып келе жатқан аяулы ұстаз, биология пәнінің мұғалімі Ералиева Күләйша Сауырбаевна да өзінің тәлімгерлік жолындағы алғашқы баспалдағын балалық шағында басқанын айтады. Енді бұл ұстаздық мамандығын таңдаудағы ең алғашқы ата-ана да баланың алғашқы ұстазы дейді ғой. Енді әкем деп айтсам болады. Сенің сондай жаңағы зеректігімді байқады ма, үнемі маған айтып отыратын: Күләйша, сен ұстаз боласың, сен мұғалім болуға лайықсың деп. Міне осыдан кейін мен осы биология пәнін таңдап, 10-шы сыныпты бітіріп, Жезқазған қаласында осы педагогикалық институтқа 1977 жылы жаратылыстану факультетіне оқуға түстім. Осы ұстаздық еңбек жолым 46 жыл болды қазір жұмыс істеп жүргеніме. Осы жұмыс деген 46 жыл бойы мен бір сабағыма жай дайындықсыз келіп көрген емеспін. Себебі мен институтты бітіріп, алғаш мектеп қабырғасына аттағанымда, мұғалімдер бөлмесіне келіп кіргенімде, сол бөлменің төрінде мынадай Калинин атамыздың сөздері тұратын: 40 жыл еңбек етсең де 45 минуттық уақытқа сабағыңа сен дайындалуың керек деп. Мінекей осы бір ауыз сөзді мен өміріме темір қазық етіп өзіме ұстандым. Оқушыларының еңбегі әрдайым бағаланып келеді дейді ұстаз. Оған дәлел сөресінде тұрған түрлі марапаттар. Санап, әрқайсысына жеке тоқталу мүмкін емес. Мұндай дәрежеге жетуінің бірден бір жолы бұл махаббат, қызметке деген, оқушыларына деген сүйіспеншілік. Ұстаз болу өз уақытында аямау, өзгенің бақытын аялау деп Мұхтар Әуезов айтқандай, уақытпен санаспай, балалардың болашағы үшін аянбай жұмыс істесең, еңбегің еш кетпейді деп түсінемін. Оқушылармен өткен әр сабақ Күләйша ханым үшін үлкен бақыт. Сондықтан әр дәрісін қызықты, ерекше, оқушының жадында қалатындай етіп өткізгенді сүйеді. Мен осы мектеп қабырғасында оқып жүрген кезімде, маған оны кейін өзімнің ұстаздарым айтады: бірінші, екінші кластың оқушылары енді әліппе оқиды ғой. Сол оқыған кезде бізді соларға сабақтың соңында жаңа балаларды алып қалады, бізді вожатыйларды жібереді. Сөйтіп біз әрқайсымызға бір жаңа әріп білмейтін баланы отырғызып қояды бізбен бірге бір партаға. Мына балаға мынау әріпті үйрет дейді. Сосын біз олардың қасында отырып, сол бала жаңағы берген тапсырманы орындап біткенше біз балаға жаңағы үйретеміз. Сонымен үйге қайтамыз. Солай жаңағы оқушыларға көмектесіп жүрдік. Сосын мектепте жиналыстар болады әртүрлі. Сондай кездерде мұғалімдер кешігіп қалатын көрінеді. Сөйтіп мені 2-ші, 3-ші кластың оқушыларына жаңағы мұғалімдер отырғызып кететін көрінеді: Күләйша, сен отыр, жиналыс біткенше. Жиналыс біткесін біз келеміз, сосын кетесің дейтін көрінеді. Солар мен отырғызып кеткеннен кейін бір күні жаңа бір мұғалім жиналыс бітсе керек, сөйтіп есіктен қарап тұрыпты сығалап. Оны кейін айтады, мен өзім есейіп кеткеннен кейін айтады. Сонда келсем дейді, сен дейді жаңа қолыңда ол кезде указка болатын, әр кабинетте бізде ағаштан жасалған ұзын указка болатын. Қолыңда указка дейді, тура мұғалім сияқтысың дейді. Өзім әлі мектеп оқушымын ғой, орта буында оқимын. Жаңа әрбір баланың қасына барып, сен бүгін үйге берілген тапсырмаға дайынсың ба? Қанекей, мынау қалай, мынаны оқып жіберші, мынаны айт, сен айт деп дейді. Жаңа мына жерде тып-тыныш отыр балалардың бәрі дейді. Сен жаңа балалардан сабақ сұрап жатсың дейді. Мен өзім сенбедім дейді. Мына класста қалай мына класс тыныш отыр деп. Сосын жайлап бақылайын деп есіктен қарап тұрыпты. Сонда айтқаны ғой: тура мұғалім сияқтысың Күләйша. Сен осы болашақта мұғалім боласың. Сен мұғалім мамандығын таңдасаң болады деп маған үнемі солай менің жаңағы ұстаздарым айтатын. Ұстаздың ең үлкен мақтанышы шәкірті. Күләйша Сауырбаевна ішінде еліміздің түкпір-түкпірінде адал қызмет жасап, адам жанына араша түсіп, ақ халатты абзал жан атанып жүрген үздік шәкірттері үлкен абырой. Соларға қарап, 46 жылдық еңбегінің зая емес екендігін түсінемін дейді ұстаз.
мен өзімнің осы 46 жыл ұстаздық еткен жолымда менің еш уақытта ойыма келген емес, мен осы мамандықты дұрыс таңдадым ба, әлде таңдамадым ба деп. Мен бұл мамандықты өте қатты сүйемін. Мен осы бүгінгі жеткен осы абыройымның барлығы осы жолда менің өзімнің төккен теримнің нәтижесі деп ойлаймын.